Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 3-ші тоқсан бойынша ТЖБ тапсырмаларын өтетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға жазылып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаймыз. ТЖБ тапсырмалары 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі listening, тыңдалым. Listen to the recording twice and answer the questions. Write no, more than 3 words or a number. CD 3 typescript 3. Мына жерде біздер балалар сұрақтарға жауап беруіміз керек тыңдалым бойынша. Тыңдалымды апайларыңыз, мұғалімдеріңіз, яғни сіздерге оқып береді. Не болмаса осы сілтеме арқылы, мына жердегі көк сілтеме арқылы кіріп тыңдап алсаңыздар болады. Так, мына жерде осылай жауап береміз. For example, мысал түрінде was she happy in her marriage? No, she was not. Так, the first question is what did J.K. Rowling study at university? Так, J.K. Rowling манағы университетте не оқыды дейді. French and the classic. What was your life when she was married? Ол тұрмысқа шыққаннан кейінгі жағдайы қандай болды дейді. Poor. Кедей болған, иә? What town did J.K. Rowling prepare the first Harry Potter book? J.K. Rowling Гарри Поттер кітабын ең алғашқы қай қаладан басып шығарды? Edinburgh. How many publishers did she offer her book to? Содан кейінгі манағы қанша баспа оған ұсыныс білдірді кітап басып шығаруға? 12. What was the name of the publisher's daughter? Манағы баспаның қызының аты кім дейді? Alice, Алиса. How many books were written later? Одан кейін, мана Гарри Поттер кітабынан кейін ол тағы да неше кітап жазды дейді? 6 кітап жазған екен. Reading, бұл енді екінші бөлімі бойынша. Reading, оқылым бөлімі. Read the text carefully and answer the questions. Мына жердегі неге мәтінді оқи отырып, сұрақтарға жауап береміз дейді бұнда да. Бұл жерде өздеріңіз мәтінді оқып, түсініп аласыздар. Содан кейін барып, мына жерде берілген тапсырмаларды орындайсыздар. Part 2. Екі түрлі тапсырма берілген. Екінші бөлім бойынша екі түрлі тапсырма берілген, я? Choose the correct answer. Сұрақтардың дұрыс жауабын табыңыздар дейді. Яғни мына жерде бірінші, екінші ғана сұрақ берілген. According to the author, how fast does a tropical storm need to be moving in order to receive a name? Over 39 miles. B. Second, where does the author write this information to the question above? Second paragraph. Жалпы мына жердегі информация туралы нешінші параграфте айтылған деп тұр, автордың несі туралы. Екінші параграфте айтылған екен, сол туралы айтып тұр. Next, екінші part 2, екінші тапсырма, екінші тапсырманың екінші тапсырмасы бойынша. Find some inconsistencies in the statements, marks this sentence yes, no, not given деген жауап айтуымыз керек екен. Fishermen all over the world now when hurricanes start. Мына fishermen дегеніміз балықшылар, иә? Әлемдегі манағы барлық балықшылар ураганның қашан басталатынын біледі дейді. Not given, жоқ. Hurricanes usually start in the steppe. Ураган далада, шөл далада басталады дейді. No. The best place to hide from hurricanes indoors. Ураганнан қорғану үшін қорғанудың жолы дейді. Тығылу, я? Тығылу, яумаса бір тау іштеріне, үйдің ішіне деген сияқты тығылу екен. Humans' names are not given to the hurricanes. Адамдардың ураганға байланысты манағыдай әртүрлі есімдері жоқ. Next, үшінші тапсырма бөлім бойынша writing, жазылу бөлімі. Жазылым бөлімі, жазасыздар бұны, яғни. Look at the film below, choose one of them to write a review about. Use linking words and connectors in sentence to make some
coherent paragraphs. You can use prompts for your answers. Яғни балалар, сіздер 2-ші тоқсанда өткен тақырыпта ревью бөлімінде дейді, ревью туралы бөлімде сіздер осындай манағыдай кинолардың несін өттіңіздер, я? Кітаптардың манағыдай қысқаша ақпараттар берілген туралы өттіңіздер, қысқаша ақпараттар берілді. Енді мына жерде сіздерге мынандай кинолардың, кітаптардың суреттеріменен қысқаша ақпараттар беріп қойған. Осы жерден өздеріңіз қалаған біреуін ала отырып, қосымша ақпарат жазасыздар. Осыған қосымша ақпарат жазасыздар. Мына жерде мен the age тақырыбы бойынша мына жердегі ақпаратқа қысқаша қостым. Яғни мына жерде мынадай нелер көрсетіп қойған, ұсыныстар, осыны қосуға болады. Write the name, actors, genre. Write about acting, music, color, information, special effects. Манағыдай музыкалары туралы, түстері туралы, анимация болса, анимация туралы өздеріңіздің ойларыңызды айтасыз қосымша қарап отырып. The Ice Age. Міне мынандай қылып қосымша мен өзім қосып көрсетіп қойдым. Сіздер қарап арғарай. Басқа сіздерге ұнамаса, басқасын, мына жерден басқасын алуға болады сіздерге. Келесі speaking, сөйлеу дағдысы бойынша сіздер енді бұны ауызша айтасыздар. Card number 1, 2, 3, 4. 4 түрлі карта берілген, және қысқаша мәтіндер берілген суретіменен. Осыны оқып, өздеріңіздің түсінгендеріңізді айтасыздар. Осымен сабағымыз ТЖБ тапсырмаларымыздың берілген тапсырмаларымыздың уақытта аяқталды. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, пікірге жазсаңыздар болады.